Ассаламу алейкум қыздар, қалайсыздар? Мен бүгін реглан жеңді балдарыма футболка тігіп беретін боламын. Ол үшін арнайы осындай интернеттен алдым. Бұл лекалыларды алдыңғы деталь, артқы деталь. Мына жерде размерлері көрсетіліп тұр. Және де мынау жеңі. Жеңін енді менің матам аз болғандықтан тек кішкентай жең жасаймын. Матам қаншаға жетеді, сонша жасайтын боламын, Алла қаласа. Мынау арты, мынау алды. Былай қарайтын болсаңыздар, міне алдыңғы бөлік артқы бөлікке қарағанда кішкентай болады, өйткені мынау мойын ойындысы. Мен алдын ала өлшеп алғанмын. Сызып алғанмын. Енді маған тек жеңді өлшеп алу керек. Менде азғантай ғана бұл мата трикотаж. ХБ трикотаж матасын таңдадым. Кішкене ғана бөлшектері қалды алдында. Сонымен енді осы кусоктардан бір нәрсе жасаймыз қазір. Матаны тігетін кезде міндетті түрде еніне қарай созылатын жағын алу керек. Трикотаж матасы болғандықтан мен бұған жанына ешқандай ешнәрсе қалдырмаймын. Егер де сіз машинкамен тігетін болсаңыз, ол кезде жанына 1 сантиметр қалдырсаңыздар болады. Мен қазір бірден оверлокта тігетін боламын. Сондықтан қалдырмаймын жанына. Бір жеңді пішіп алдым. Енді осыны екінші бір жең пішіп алуым керек. Міндетті түрде мына жеңді, мына мата теріс тұрған болса, оң жағын қаратып қоямыз. Өйткені бұлар бір-біріне пішетін кезімізде, егерде осы дайын пішіп алған матаңыз бойынша кесіп алып үлгі жасайтын болсаңыз, зеркальный, яғни бір-біріне оң жағы мен оң жағы тиіп тұру керек, немесе сол бет матаның теріс жағы мен теріс жағы бір-біріне беттесіп тұру керек. Әйтпесе сізде бір детальдан екі бұйым болып қалуы мүмкін, екі штук болып қалуы мүмкін, ал бізге ондай керек емес. Бізге бір оң жең, бір сол қолдың жеңі керек. Енді
байқаған болсаңыздар, мына жағы қысқа, ал мына жағы ұзын. Демек, міне қысқа жағы мен қысқасын қосамыз. Алдыңғы бөлікті қосып тігіп аламыз. Уже жеңі шығып жатыр. Так. Енді артқы бөлікті, мына оң жағы ғой. Оң жағы мен оң жағын беттестіреміз. Сөйтеміз дәл бағанағыдай. Мына жерден мынаған дейін тігіп аламыз. Мына жерде көрсетіп тұр. Почти. Енді екі жағын тігеміз. Болды, екі боковой тіксек, бізде футболкамыз дайын. Мына боковойын тігіп шығамыз. Мына боковойын тігеміз, кейін мына боковойын тігеміз. Бірінші мына алдыңғы бар ғой, сол бойынша тігілу керек. Ал мен бұл жолы ешқандай ережесіз тез-тез тігіп жатырмын. Енді мына жағын тіксек болды. Мінекей, біздің футболкамыз дайын. Оң жағын аударамыз.
Енді жағасын жасап алу керек. Так, жағасына так, жағасын осылай күтеп аламыз. Енді осы жерге қара қалған матамызды жағасын өлшеп аламыз. Примерно осы бізге жететін шығар. Енді осына былай бүктейміз. Сөйтіп, инемен қыстырып аламыз. Iya. Так. Қаласаңыздар, инемен қыстырып алсаңыздар да болады. Бірақ мен олай жасаған жоқ.